Сабағымызды балалар бастаймыз. Сабағымызды бастамас бұрын орындарымыздан тұрамыз балалар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранын орындалады. Бүгін кім сыныпта кезекші болады? Кім жоқ сыныпта? Сыныпта бәрі түгел. Балалар, бүгінгі біздің өткелі отырған сөйлеген сабағымыз қазақ ханы Қасым хан жайында болмақ. Экрандарыңыз, бәріңіз назарларыңыз экранда болсын. Тақырыпты жазылайық. Қасым хан балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы. Енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын өздеріңіз білесіздер, биыл Қазақстан Республикасында үлкен дау-талы мерекелер келе жатыр. Қандай мерекелер келе жатыр балалар? Ұлы жеңіске 70 жыл және қазақ хандығына 520 жыл, балалар. Қазір біз осы жөнінен ары қарап сабағымызды өтетін боламыз. Биыл қазақ хандығына балалар 520 жыл толып отыр. Қазақ хандығын балалар кім негізін қалаған балалар? Кім біледі кім? Ал қазақ. Жәнібек пен Керей қазақ хандығының ең бірінші қозғалысы Қосшы өзені бойында. Ал қай жылы негіз қаланған болатын балалар қазақ хандығы? 1465-1466 жылдары қаланған. Дұрыс айтасың, отыра бер. Енді биыл ұлы жеңіске 70 жыл келе жатыр, балалар? Соған орай, мына ұлы жеңістің 70 жылдығы екінші дүниежүзілік соғыс дейміз, фашистік Германия мемлекетінен болған Кеңес одағының қатарында қазақ мемлекетіне қатысқан болатын.
Ол жеңістің мына батырларын көріп тұрсыздар экранда. Бауыржан Момышұлы, Талғат Бекетдинов, Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәнбетов сынды қазақтың батырлары. Біз өзіміз білеміз, Ұлы Отан соғысы бізге оңайлықпен келген жоқ. Бауыржан Момышұлы атамыз да осы Ұлы Отан соғысына байланысты өз пікірін білдірген екен. Яғни әркім әр жағдайда өледі. Тек қана ерлікпен қаза болып өлу бір басқа деген екен. Сол айтпақшы, Ұлы Отан соғысында қаншама жерлестеріміз өз кеудесін бүрсізбен айтқанда оққа төзіп қаза болған болады. Міне статистика амалдар көріп тұрсыздар, екінші дүниежүзілік соғыс 41-45 жыл болып, 1941 жылы 22 маусымда ресми түрде соғыстың басталған күні, ал аяқталған күні 1945 жыл, яғни 9 мамыр жеңіс күні болып саналады. Осы кеңес одағының қатарына 27 миллион адам қаза болып десек балалар, соның ішінде 13%, яғни қазақтар екен. Кеңес одағында батыр атағын алған қазақтардан 500 адам болсын, соның ішінде, яғни 97-сі қазақ нәсілді азаматтар екен. Енді балалар сабағымызда ары қарай жалғастырамыз. Биыл тағы да атап өтетін Шоқан Уәлихановтың 150 жылдығы келе жатыр балалар. Өздеріңіз білесіздер, Шоқан Уәлиханов 1835-65 жылдар аралығында өмір сүрсе, биыл 65 жылы қаза болғанын есептесек, 150 жыл толған екен. Как балалар, кім не айтады? Шоқан Уәлиханов кім? Шерал? Шоқан Уәлиханов қазақтың алғашқы ғалымдарының бірі, және де ол алғаш рет осы қазақ елінің картасын сызған. Ал отыр. Ал Гүлдана сен не дейсің? Географшы, тарихшы, Кеңес одағының ғалымдар арасында осы қазақтардан бірінші шыққан ғалым. Bütün ғалымдардың арасында кейін Ресей географиялық қоғамының мүшесі болып алғаш рет сайланған. Жарайды, болды. Саяхатшы, жалпы географшы, этнографшы бәріміз білеміз. Мына атақты Айбынды хан Абылай ханның немересі болып келеді. Ары қарап, енді сабағымызды ары қарап жалғастырамыз балалар. Үй тапсырмасынан бастаймыз. Өздеріңіз білесіздер, үй тапсырмасы сіздерге Қазақ мемлекетінің құрылуының тарихи маңызы деген тапсырма берілген болатын. Қазақ мемлекеті өздеріңізге белгілі оңайлықпен құрылған жоқ. Ертеден алып қарайтын болсақ, Сақ, Үйсін, Сармат тайпалары, орта ғасырларда Қыпшақ, Найман, Керей тайпалары, осы тайпалардың арқасында бүгінгі таңда қазақ мемлекеті жасақталғанын сіздер білесіздер. Қазіргі таңда да осы тайпалар қазақ мемлекетінің ішінде бар. Енді мынау қазақ мемлекетінің құрылуын сіздерге өткенде айтқан болатынбыз. 5 негізі бар деп. Соны қазір еске түсіріп өтейік. Бірінші негіз қандай еді болар? Ал Санжар. Бірінші негізі ол қазақ хандығын ол құрып әлеуметтік экономика жағынан тең болып. Жарайды, отырған кім толып тұрады? Ал, Гүлдана. Басқа хандықтарда ел болуды аңсап жүрген халықтардың барлығы қазақ болып қалыптасуы аяқталған. Екінші негізі қандай болып қалады? Ал, Димаш. Осы қалыптасқан ұлтты басқару және оны сырт жаудан қорғау. Басты мақсат болып саналады. Үшінші негізі қандай болып қалады? Ал, Бекжан. Үшіншіден, бұл құрылған мемлекет өз орнында қалып қоймай, қазіргі таңдағы шекарамызға дейін аумағын кеңейтті. Ал, төртінші негіз көшіріп. Төртінші, өзінің жағдайынан қоршап отқан мемлекеттермен тең дәрежеде орналасу. Бесінші негіз қандай болып? Әлеуметтік әдеп-ғұрпы мәдениеті өзінің ділі мен діні бар ұлттық еркін азат елге айналды. Енді балалар, үй тапсырмасы сіздерге мына жердегі датамен қазір түсіндіретін боламыз. Яғни мына жерде көрсетілген даталар орындары алмастырып болады. Сіздер сол турасын тауып көрсетулеріңіз шарт. Бірінші, Шу өзенінің бойында Қоз бастауында қазақ хандығы қай жылы құрылған болатын? Ал, Санжар көрсетші турасын. 1465-1466 жылы құрылған болады. Жарайды, отырады. Ал, екінші сұрағымыз, Керей сұлтан хан сайланып қазақ хандығын құрған жыл. Кім көрсетеді? Ал. 1458 жыл, дұрыс айтасыз. Үшінші сұрағымыз, Керей хан мен Жәнібек хан Түркістанға созаққа шабуыл жасап басып алған жыл қай жыл? Ал, Гүлдана, сен көрсете аласың. 1470 жыл, жарайды, дұрыс айтасыз. Ал енді төртінші сұрағымыз балалар, қазақ хандығы Сырдария мен оған жалғас жатқан Қаратау өңірін басып алды. Ол оқиға қай жыл болады? Ал. 10-шы ғасырдың 70-ші жылы. Дұрыс айтасың, 15-ші ғасырдың 70-ші жылы. Ең соңғы сұрағымыз балалар, Шайбани хан Моғолстан ханның қолдауымен қазақ хандығына шабуыл жасап, Сығанақ, Сауран қалаларын басып алды. Ол қай жыл еді? Ал, Димаш. 15-ші ғасырдың 80-ші жылы. Ең соңғы 15-ші 80-ші жылы. Дұрыс айтасың.
отыр. Енді балалар жаңа сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Мынау экранда көріп тұрған өздеріңіз Қасым хан, бүгінгі тақырыпқа арқау болып отқан кісінің суреті және ең экранда болсын. Қасым хан турасында видеомонтаж тамашалаймыз. Қасым хан қазақтың ұлы хандарының бірі. Жәнібек ханнан кейін қазақ хандығының тағына керейұлы бұрындық отырады. Сыр бойындағы қалаларды жаулап алуға күш салғанына қарамастан, бұрындық ханның халық алдында беделі болмайды. Ақыр соңында сарайшыққа көшіп кетеді. Таққа сол кезеңде қолбасшы болған Қасым сұлтан отырады. Қасым хан 1445-1521 жылдар өмір сүрген. Әз Жәнібектің ортаншы ұлы. Тарихта Қасым басқарған 7 жылда қазақ хандығының атты әскері 300 мыңға, халқы 1 миллионға жеткен. Қасым хан Сарайшық қаласында көз жұмды. Сол жерде жерленді деген дерек бар. Қасым Керей мен Жәнібек хандар бастаған саясатты жалғастырды. Бүкіл Дешті Қыпшақтың ханын айналды. Хандықтың кеңеюі мен нығаюына бар күшін салды. Қазақ елінің қуаты мен беделі алыс жақын шетелдерге танылды. Мәселен, солтүстікте Сібірмен сауда және елшілік байланыс жасады. Орыс мемлекетімен мәскеуліктермен, оңтүстікте Шайбани, шығысында Моғол мемлекетімен бейбіт саяси байланыстар орнатты. Сондай-ақ Иран мен Әзербайжан жерінде құрылған Сефевид мемлекетімен де дипломатиялық қарым-қатынаста болды. Батыс Еуропада қазақ хандығын осы кездер танып білді. Қасым хан мемлекеттің қоғамдық өмірінде алауыздықты болдырмау үшін бірқатар заңдар шығарды. Ол арғы тегі Шыңғыс ханның жасақ заңдар жинағына ұқсас. Әлі күнге дейін ел аузында Қасым ханның қасқа жолы деген атпен белгілі. Қасым ханның қасқа жолы 5 тараудан тұрады. Мүлік заңы, қылмыс заңы, әскери заңы, елшілік жоралары, жұртшылық заңы. Осы заңдардың орындалуын қатаң талап етудің арқасында қазақ хандығының күш-қуаты артып, әлем таныған қуатты мемлекетке айналды. Қасым хан 16 ғасырдың басында Сырдария алабындағы Түркістан аймағын, Сыр бойындағы қалаларды өзіне қосып алуды мақсат етеді. Осы жолда Мәуереннахр билеушісі және оның ұрпақтарымен тоқтаусыз соғыс жүргізеді. Мұхаммед Шайбани қазақ хандығының экономикалық жағынан күшеюіне жол бермеуге ұмтылады. Бірақ Сырдария бойындағы шұрайлы жерлер мен қалаларға билік жүргізуіне бөгет жасай алмайды. Екі ел арасындағы қалалар үшін болған қанды соғыс Мұхаммедтің өлімінен кейін ғана тоқтайды. Шайбанилердің билік үшін өзара тартысы Қасым ханның Сайрам қаласын оңай басып алуына себеп болды. Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының территориясы оңтүстік шығыста Жетісу, Шу, Талас, Іле, Қаратал өзендерінің алабы. Солтүстік және солтүстік шығыста Ұлытау асты мен Балқаш, Қарқаралы, солтүстік батыста Жайық өзенінің жағасы. Орталық Азияда Еділ бойы. Қасым хан Орта Азия хандары мен Еділ бойындағы елдермен Батыс Сібір хандығы Ресеймен сауда-саттық және дипломатиялық байланыстар жасаған. Ал Моғол хандығының Жетісуға билігі әлсірей түседі. Оған қоса моғолдықтар мен өзбектер қырқысып жатқан еді. Ақыр соңында моғол билеушісі Сайд ханның шығыс Түркістанға көшіп кетуі Қасым ханның Жетісудағы билігінің нығая түсуіне себеп болды. Қасым хан тұсындағы қазақ хандығының астанасы Сығанақ, Түркістан. Қасым хан тұсында қазақтар өз алдына дербес, тәуелсіз ел есебінде орталық Азия мен шығыс Еуропаға белгілі болды. 16 ғасыр қазақ хандығының дәуірлеу кезеңі. Жер көлемі ұлғайды, халқының саны артты, халықаралық беделі өсті, хандықтағы талас тартыстар біршама азайды. Мынау енді Қасым ханның Жәнібек ханның заңды мұрагері екендігі турасында мына жерде көрсетілген. Яғни Қасым ханның осы Жәнібек ханнан кейінгі атақты балалардың бірі екендігі турасында келесі. Мынау енді Қасым ханның балалары хан тағына отыру. Сіздер білесіздер, ескі дәстүр бойынша Жәнібек пен Керей бірге хан сайланған кезде жас үлкендігіне байланысты осы Керей сұлтанды хан етіп көтерген болатын. Міне осы дәстүр Қасым ханның кезінде де жалғасты. Яғни Керей ханның баласы Бұрындық хан
1474 немесе 1511 жылдар аралығында қазақ хандығын басқарған болады. Міне сол кезеңде Қасым хан Бұрындық ханның әскери қолбасшысы болып қызмет атқарған болады. Бұрындық хан Сырдария бойындағы қалаларды өзіне қарату үшін аянбай күш жігерін салған болады. Алайда ел арасындағы абырой бедел болмағандықтан Бұрындық хан, өздеріңіз білесіздер, Самарқанд қаласына кетуге мәжбүр болған болады. Міне осы оқиғадан кейін Қасым хан 1511 жылы хан тағына отырған болады. Ал енді ары қарап мынау Қасым ханның ішкі саясаты. Қасым хан өзі билік басына келгеннен кейін бірінші кезекте ішкі саясатты реттеуге үлкен көңіл бөлген болатын. Ақсүйектерді, феодалдар арасында қиғабақ соғысты бәрін тоқтата білді. Яғни бір орталыққа бағынған мемлекет жасақтай алған болатын. Қасым хан турасында балалар атап өтетін сол кездегі ғалымдардың ой пікірлерімен сіздерге таныстырып өтейін. Бірінші тоқталатынымыз мына Бабырнама дастаны. Яғни Бабыр жұрты Қасым хан турасында айтылған болатын өз деректерінде. Екінші мынау қазақ ғалымы Қадырғали Жалайри. Үшінші Мұхаммед Хайдар Дулати. Төртінші қазақ академигі Әлкей Марғұлан. Осы төрт ғалым Қасым хан турасында өзінің жылы лебіздерін білдірген болатын. Бірінші Бабырнама дастанындағы ой пікірмен тоқталсақ, Бабыр өзінің журналарында, жазбаларында Қасым хан турасында атап өткен. Яғни Қасым хан ол қазақ хандығының ішіндегі ең беделдісі болды. Қасым ханның кезінде қазақ хандығының әскері 300 мың атты әскерді жасақтай алған болады деп жазып қалды. Одан кейінгі Мұхаммед Хайдар Дулати. Мұхаммед Хайдар Дулатида балалар өзінің сол Жалайридің Бабырнама дастанында айтылған пікірді қоштаған болады. Оның да 300 мың атты әскер болғандығын және миллионға тарта халқы бар екендігін жазып қалдырған болады. Бүкіл Дешті Қыпшаққа билік еткен қазақтың ханы болды дейді Мұхаммед Хайдар Дулати. Жошы ханнан кейін осы Дешті Қыпшақта Қасым хан сияқты қазақтар хан болмаған еді деп жазып қалдырған болады. Одан кейінгі Қадырғали Жалайри. Қадырғали Жалайри да тура осы пікірді растайды. Яғни Қасым ханның сол кезеңде Жәнібек ханның балаларының арасында ең беделдісі болғандығы. Қасым хан билік еткенде мынау Еуропа, Азия мемлекеттерінің бәріне танымал болғандығы. Әсіресе жер көлемінің үлгі екендігін айтып өтеді өз деректерінде. Енді балалар Қасым ханның сол кезеңде сыртқы саясатта ұстанған жағдайын айтып өтсек. Қасым хан сыртқы саясатта әсіресе ел бойындағы қалмақтармен, Ресей мемлекетімен сауда дипломатиялық қарым-қатынас жасаған болатын. Қасым хан турасында айтатын болсақ, Қасым хан бір күні 1514 жылы Моңғол ханы Сайд хан Қасым ханнан көмек сұрап келеді. Яғни ол көмек сұрап, мынау Шайбанилерге қарсы күресте өзінің көмектесуін айтады. Алайда Қасым хан өзінің қыстың жақындап қалғандығын, қыстауға көшетінін себеп етіп, Шайбани ханнан көмектесуден бас тартады. Міне осы оқиғадан кейін Жетісу жерін Шайбани хан тастап, Шығыс Түркістан жеріне өзінің қонысын аударады. Міне осыдан кейін Сырдария бойындағы Жетісу жері түгелімен осы Қасым ханның билігіне орнаған болатын. Қазақ хандығы ең көп соғысқан, өздеріңіз білесіздер, Шайбани ханның ұрпақтарымен жүргізген соғыстары. Мұхаммед Шайбани хан. Мұхаммед Шайбани хан Қасым хан билікке отырғанға дейін қазақ хандықтарымен бірнеше соғыстар жүргізді. Ол кейін өмірінің соңғы жылдары 1510 жылы Иран жеріне жасаған жорығында мерт түрінде қаза болған болатын. Кейіннен Шайбани ханның ұрпақтарымен арасында қазақтар арасында жиі соғыс болған. Атап айтқанда Шайбани ханның ұрпақтары бірінші кезекте қазақтарды құлдырату үшін экономикалық соққы беруге тырысқан. Ол үшін қазақтармен ешқандай мемлекет сауда байланыс қарым-қатынас жасамайтын болсын деп Шайбани хан өзінің ұрпақтарына осылай тапсырма беріп кеткен екен. Алайда Қасым хан өзінің табандылығының, ерлігінің арқасында осындай кең қыстау жерден қазақ хандығын алып шығарды. Мынау енді балалар қысқаша Қасым хан турасында электронды шағын видео қазір біргелікте тамашалайтын боламыз. Белгілі қазақ хандарының бірі Қасым ханның 1511-1518 кезеңінде қазақ жерлерін жинау процесі жедел өрбіді. Сыр бойындағы қалаларға қазақ билігін нығайту, оның сыртқы саясатының басты мақсаты болып табылады. Қазақтардың Орта Азиялық билеушілерімен соғыс жүргізуіне экономикалық себептер түрткі болды. 1510 жылы Қасым хан Орта Азиялық билеуші Мұхаммед Шайбаниді жеңуі нәтижесінде қазақ хандығының құрамына Түркістан бойындағы қалалар мен Ташкент енді.
Осы қалалар көбіне жарты ғасыр бойында қазақтардың билігінде болды. Қасым ханның моңғол билеушілерімен қарым-қатынасы қолайлы болды. Моңғолстанның негізгі аудандары Жетісу мен Тянь-Шань өңірі еді. Оны ол ертеректе жоғалтқан, өйткені олар қазақ хандығының құрамына енген. Моңғол хандары тек оңтүстік батыс Қазақстанда ғана билік жүргізіп, қазақ хандарымен одақтасуға мәжбүр болды. 16 ғасырдың екінші онжылдығында Қасым хан нақты тағайындалды да өзінің өктемдігін бүкіл қазақ даласына таратты. Қазіргі кезеңде ғалымдар Қасым ханның қарамағында 1 миллион адам болды деп анықтайды. Қазақ хандығы ақырындап сол кездегі халық-халық қатынасты қалыптастыруға белсенді қатысты. Ең алдымен Қазақ хандығымен дипломатиялық байланыс жасаған Москва мемлекеті еді. Қасым ханның қасқа жолы. Жаңа айттым, мына Әлкей Марғұлан Қасым хан турасында жақсы дерек қалдырды деп. Осы Қасым ханның қасқа жолы турасында, заң жинағы турасында пікір айтқан қазақтың ғалымы академик Әлкей Марғұлан болатын. Яғни Қасым ханның қасқа жолы елде қиын қыстау кезеңде туған болатын деп жазады. Қасым хан бұл заңды шығарар алдын, мынау өзінің қасына би, мықты деген сұлтандарды, қазақтың беделді адамдарын өзінің қасына топтастыра алды деп жазады. Осы Қасым ханның қасқа жолы, мынау бір сөзбен айтқанда шариғат жолын емес, конституциялық заңды шегінде шыққан заң деп Әлкей Марғұлан өз пікірін айтып отырған болады. Енді балалар назар салыңыздар, Қасым ханның қасқа жолы 5 тармақтан тұратын мына жерде экранда көрсетіліп тұр. Бірінші, мүлік заңы, жер дауы, мал-мүлік дауы. Екінші, қылмыс заңы, кісі өлімі, ұрлық, қарлық қолданылатын тағы да басқа жазалар. Үшіншісі, әскери заң, қосын құру, аламан міндет, ер кісінің құны бір тұлпар атқа теңеп тұр. Төртіншісі, елшілік жоралғылар, шешендік, әдептілік, халықаралық қатынастар, сыпайылық, мәнерлі сөйлеу турасында айтты. Бесінші, жұртшылық заңы, шлем тарату, ас той, мерекелер, тағы да басқа қолданылатын сол кезеңдегі заңдар. Ал енді балалар ары қарап сабағымызды жалғастырамыз. Енді мына жерде өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай 16 ғасырдың бірінші ширегіндегі қазақ хандығының картасы, яғни Қасым ханның картасы. Қасым хан алғаш рет билік еткен кезі тарихшылар Сығанақ қаласы деп айтады. Ал кейінгі Қасым ханның өзінің қаза болған жері ол Сарайшық қаласы деп көрсетіледі. Енді балалар қазіргі таңда атап өтетін болсақ, мынау Сарайшық қаласы Атырау жерінде, Сығанақ қаласы қазіргі Қызылорда облысында жер аумағын алып көрсетеді. Енді балалар мына картадан қазір келіп жатыр. Сарайшық қаласын көрсетші, Атырау жерінде. Жоқ, Сарайшықта. Енді ар жақта картадан көрсет. Атырауды көрсет. Батыс қаласы. Отырады. Ал енді енді кезекте Сығанақ қаласын ал санжақ. Қызылорданы көрсет ар жақта. Отырады. Өздеріңіз көріп тұрсыздар ма? Сарайшық қаласы және Сығанақ қаласы картада өздеріңізге көрсетті. Ал енді ары қарап сабағымызды жалғастырамыз балалар. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай футбол ойыны арқылы сіздерге қызықты болу үшін сабағымызды ары қарап өтеміз. Яғни мына жерде көрсетіп тұрған әрбір доптың ішінде бір сұрақ жасырылып тұрады. Сол сұраққа дұрыс жауап берген жағдайда доп мынау қақпаға енуі шарт. Қазір балалар бірінші сұрағын ашып көреміз. Бір рет басты? Жоқ. Бір рет бас болды. Так, енді мынау көріп тұрсыздар, Қасым хан кімнің баласы дейді. Енді бұны ал, шақсана айталым. Жәнібек ханның баласы. Дұрыс айтасың. Тағы баласы. Ал енді келесі сұрағымыз. Мұхаммед Хайдар Дулатидың айтуына қарағанда Қасым ханның қанша атты әскері болған дейді. Ал сен айтамын? 300 мыңдай атты әскері болған. Дұрыс. Ал енді келесі сұрағымыз балалар. Қасым ханның халқының саны миллионнан астам болған деп қай ғалым айтқан болатын? Кім айтады балалар? Ал, Шерал, сен айтамын? Мұхаммед Хайдар Дулати. Мұхаммед Хайдар Дулати. Дұрыс айтасың. Келесі сұрағымыз балалар. Қасым ханның заңдар жинағының жайлы ой пікір білдірген ғалым дейді. Ал, сен айтамын? Әлкей Марғұлан. Әлкей Марғұлан.
Ал енді келесі сұрағымыз балалар. Қасым ханның заң жинағы бағдар етсен еді ғой? Қасқа жол. Дұрыс айтасың. Тарихта қасқа жол деп аталған болады. Келесі сұрағымыз. Сырдария бойындағы қалаларды қайтарып алу үшін Қасым хан кімдермен жиі соғыс жүргізіп отырды? Асанашина, Шайбани хан және оның ұрпақтарымен 30 жылдан астам соғыс жүргізген болды. Ал енді ең соңғы сұрағымыз, Қасым ханның заң жинағының екінші тармағында не жайлы айтылып дейді? Кім айтады? Ал қадырша сен. Қылмыс, заң, ұрлық, қалық, осмал, тонау дегендер болады. Дұрыс. Ал енді балалар ары қарап сабағымызды жалғастырамыз. Енді балалар шаршаған болса, балалар қазір бір сергітіп, көңілдерін көтеріп алайық. Орындарымыздан тұрамыз балалар. Экранда көрсетілген нәрсені біргелікте істейтін боламыз. Балалар отырайық, біраз үйден башасын көңілдеріміз көтеріп, енді ары қарап сабағымызды жалғастырайық. Енді балалар экранға назар салыңыздар, жаңа айтқан нәрселеріміздің бәрі экранда көрсетілді. Бірінші, халқының саны Қасым ханның кезінде миллионға жетті деген дерек расталып тұр. Екінші, Қасым ханның 1511 немесе 18 жылдары елді басқарған. Үшінші, Қасым ханның шекарасы сол кезеңде оңтүстікте Ташкент қаласына жеткендігі. Және Қасым ханның әскері сол кезеңде 300 мың әскерді жасақтай болды. Қазақ хандарының ішінде бірінші болып Қасым хан алғашқы болып конституциялық заң жинағын шығарды. Яғни қазақ хандарынан бірінші болып сол кезеңде осында жарғы шығарған Қасым хан болатын болды. Ал ары қарап сабағымызды жалғастырамыз. Енді балалар, экранда көрсетіліп тұрған Қасым ханның шежіресі. Қазір бәріңіз дәптерлеріңізді алып, осы шежіресін толық жазып алыңыз. Ертең естен шығып кетпес үшін. Жазыңыздар бәрі. Математикаға қалай зерделенгендіктерін турасында қазір байқап көреміз. Яғни қосу алу сандарымен сіздердің математикаға қаншалықты есепке түсір екендеріңізді көретін боламыз. Так, бірінші сұрағымыз. 1465 қосу 550. Ал айтамыз. 1465 қосу 550. 2015 ол қазақ хандығының жылы. 2015 жылы қазақ хандығына 550 жыл толған. Екінші сұрағымыз балдар. 1584 аламыз 73. Кім жауап береді екен? Ал Шералы, сен айта қойшы. 1511. Дұрыс айтасың. 1511 жылы қазақ хандығына Қасым ханның келді. Үшінші сұрағымыз балдар. 1450 қосамыз 64. Қанша болды балдар? 1514. Я сен деді. 1514 жылы Моғол ханы Сайып ханның Қасым ханға көмек сұрап келді. Енді 20 аламыз 4. Ал қазір сен айтамыз? 16 ғасыр қазақ хандығының өрлеген кезі, халқының саны көбейіп, жер аумағымыз үлкейген кез. Енді 1465 қосамыз 65. Қанша болды балалар? Ал. Дұрыс айтасың. 1530 жылы қазақ хандығы ауыр жеңілістерге ұшыраған жыл.
Келесі сұрағымыз 1740 аламыз 208. Тағы кім айтады? Алгүлдар. 1532 жылы. Дұрыс айтасың. Қазақ ханы Тахир ханмен бауыры Тоғын хан, Моңғол ханы Абдрашид ханның қолынан қаза болған. Ең ақырғы сұрағымыз балалар 1325 қосамыз 198. Қанша болады балалар? 6. Дұрыс айтасың. 1523 жылы Қасым ханның орыс деректерінде Сарайшық қаласында қаза болғандығы жазылады балалар. Ал енді балалар ары қарап сабағымызда. Мынау Қасым хан туралы жалпы бүгінгі сабақта не білдік? Біраз мәлімет өздеріңізше біліп ұқтыңыздар деп ойлаймын. Бірінші, Қасым ханның қазақтың хан екендігін. Екінші, Жәнібек ханның баласы заңды мұрагер екендігін. Үшінші, Қасым хан қазақ хандығының жер аумағын кеңейткендігін. Одан кейінгі Қасым хан 1511-23 жылдар аралығында қазақ хандығын билегендігін. Одан кейін Қасым хан Қасқа-Жол атты заңдар жинағын шығарғанын. Сонымен Қасым ханның әскерінің саны 300 мың әскер жасақтай алғандығын білген болатынбыз. Ал енді балалар ары қарап. Мынау енді егер де мен Қасым хан болсам деген айдар, жалпы бұда сіздер қазір 3 тапсырманы бірдей орындайтын боласыздар. Бірінші, суретшілер осыған қарап қазір Қасым ханның суретін саламыз. Одан кейінгі ақындарын Қасым ханға арнап бір-екі қатар арнау жазатын боласыздар. Ал мынау актер балаларымыз Қасым ханның тақтаға шығып рөлін сомдайтын болады. Яғни егер де сіздер Қасым хан болсаңыздар, қазақ хандығын қалай басқарар едіңіздер? Міне осы 3 мәселені қазір сіздерге 3 минут бағдар, 3 минут, 3,5 минут уақыт беріледі. Қазір сол тапсырманы орындауға кірісіңіздер. Арнауын және де мынау актерларымыз Қасым хан образына кіріп, образды сомдайтын болады. Бірінші, ақындарымыздан бастайық. Яғни кім Қасым хан туралы не арналар? Ал базар екен, яқшы, орындап дейші. Қасым ханның өзіне. Қазақтың өллеу болды бастарманы, таңдамады бітелер басқарманы. Алдыңғы билік еткен өзге хандар халықты бұл секілді басқармады. Есімі бар әлемге дастан болды, әскері 300 мыңнан асқан болды. Билігі өз халқына шексіз болып, ел жұрты миллионнан астам болды. Ұғыпты оның сөзін әңгүдікте, тайсалмай тоқтау салды сан мүлікке. Есімің өшпестей болып қалып кетті қазақтың даласында мәңгілікке. Өте тамаша балалар. Бір алғыс көрсетіп қояйық. Келесі ақындарымыздан кім дайын? Алғыс. Қасым ханның заңдарынан. Қасым ханның қасқа жолы бүгінде, Нұрсұлтанның нұрлы жолы үнінде. Екеуінің ұқсастығы әр алуан, жұмыс жаса заңдарына жүгінде. От ауызды, орақ тілді билердің, көмегінен мемлекетті биледің. Жарғы заңын одан әрі күшейдің, өрге қарай хандығыңды сүйредің. Елдің қамын көп ойлаған ашынған, менмен сіңген жауларды да басынған. Өз артыңа із қалдырдың мәңгілік, ұмытпайды халқың сені Қасым хан. Енді балалардың актерларымызды бір сынап көретін кезген өзін бір Қасым хан сияқты сезініп, еркін хан болып көріңдерші. Әділет сен ба? Мен егер де Қасым хан болсам,
Мен егер де Қасым хан болсам, Қасым ханның орнында былай жасар едім. Ең алдымен шаруашылық жағын дамытыр едім. Шаруашылық жағын дамытқанда ол жақта ең біріншіден егін шаруашылығы. Егін шаруашылығында көптеген өнімдерді, мысалға айтамыз, картошка, сондай сияқты басқа елдерінде өнімдерді алып келетін едік. Ол өнімдер өте шаруашылыққа өте керек болады. Және де екінші жағын әскери жағын дамытар едім. Әскери жақты 3 топқа бөлем. 3 топқа бөлгенде ең бірінші әскерді елдің қамын қорғап жүретін. Ал екінші жауға шыққанды. Ал үшінші тыңшы деп аталады. Ал ең бірінші ол әскердің үстіндегі әскерлер өте мықты қылып, өте шаруашылықты, енді ұрлық зомбылықты құртудан есеміз. Ал екінші қанмен бірге жауға шапқанда, қанды қорғауға керек. Ал үшіншісі ол тыңшы болып келеді. Тыңшы дегеніміз ол басқа мемлекеттердің әскер жағын қалай дамып жатыр, сол жағын анықтау үшін. Мен осылай жасадым, Қасым хан. Бәрекелді, ал отыр. Ал келесі кім Қасым хан болғысы келеді? Ал. Егер де мен Қасым хан болар болсам, ең алдымен ішкі және сыртқы саясатты жақсылап бекітер едім. Сонымен қатар сауда-саттық жолдарында өз болмалары, басқа елдермен тауарлар жасап, сауда-саттықты нығайтып, зат алмасуы арқылы өз мемлекетімнің, қазақ мемлекетінің өрге қарай сүйрейтінем. Сонымен қатар ең алдымен ірі мемлекеттер, Ресей, Қытай секілді мемлекеттермен одақтасып қарым-қатынасты нығайтар еді. Сонымен қатар олар басқа мемлекеттерге шабуыл жасап, олар қазақ мемлекетінің аумағын ұлғайтарым. Енді заңдарына да олардың заңдарына да өз үлесімді қосқым келеді. Заңдарына мен иман заңы және де әділдік заңы мен шындық заңын қолға алғым келеді. Сонымен қатар өзге мемлекеттердегі мықты менмін деп жүрген ақындар, мықты жазушылар, ақын, философтар бәрін өзімнің қасыма жинап, қызықтыру арқылы өз қасыма жинап, мемлекетті басқаруға өз үлесімді қосар едім. Сонымен қатар мен ақындарға кітап жаздырып, көптеген кітап жаздырып, әлемде жоқ ең үлкен кітапхана ашып, қазақ мемлекетін осылай тасын бірге сүйрер едім. Бір қол жақтық қойып. Қасым хан болғысы қолдағысы келеді? Ал, Бауыржан. Егер де мен Қасым хан болсам, елде жоқ, өзіміздің ел қамымызды ойлап, әскер жағын дамытып, елімізді көпке сүйреп, басқа мемлекеттерді басып алып, жер аумағын үлкейтеріп, ал Ресей, Қытай сынды мемлекеттермен қарым-қатынас жағын мықтылап, асыл тұқымды малдарымызды көбейтеріп, әскер жағында дамытып, халқымның қамын көріп. Жарайды, осылай. Бәрі де Қасым хан болғысы келіп жатыр. Енді ол хан болу оңай емес, өздеріңіз білесіздер. Енді суретшілерімізді көрейік, дайын болсақ, камера экранға жақындатып, көрсет, мен қашап. Сәл жоғары көтер. Қасым ханға ұқсас, жаман емес, жобасы бар. Отыра бар. Ал келесі суретшіміз кәмі дайын болса көрсетейік. Так, ал, Санжар. Бас киімдерін әдейін ұқсатты, мұрттарына дейін жандағы өте тамаша отыра бар. Ал келесі балдар, суретшілерді, ал қадырша. Көрсетті ғой? Инабаттың әлі бітпеген екен, бірақ қастарын, сақалдарын әдемі келтіріп отыр. Жарайды, отыра бар. Тағы суретшілердің бар ма салған суреттерін? Гүлдана, шақ көрсетті ғой. Бұл сәт Қасым ханды басқа қырынан көрсеткісі келген екен, жарайды, отыра бар. Енді балалар, өздеріңіз көрдіңіздер, суретшілер, ақындар, актерлар өз рөлдерін. Ал, сен сөйлеп алмайсың? Оларыңыз мүшкен көрейік. Міне өте тамаша Қасым ханды жасыратып, батыры болып, әдемі көрсеткен екен. Ал, сенге көрсете ғой. Суретшісің ғой, сен неге жасыған ғой? Көтерсіз жоға. Қасым ханды әдемі жігіт көріп жерген екен.
Енді балалар осы суретшілер, ақындар, актерларды өздеріміз қазір осы жерде бағасын бердік. Енді мынау актерлардың ішінде ең үздігі болып деген балдар кім деп ойлайсыздар? Бекжан мен мынау Көшербай Әділет және де Базарбай Бауыржан үшеуі шықты. Қайсының арасында үздік болды балалар? Ал, кімде? Мен Бекжан. Жалпы бір ауыздан Бекжан үздік болды. Актер арасында бір қошеметтеп қояды. Ал енді ақындар арасынан екі адам шықты, мына жақ Абдықалып Ерлан мен тағы сол Базарбек Бекжан. Қайсы үздік болды деп санаймыз балалар? Менің ойымша Ерлан деп болды. Ал сен Димаш? Менің ойымша Ерлан. Дұрыс. Ендігі орнынан тұрады. Ерлан. Абдықалып Ерланға қошемет көрсетейік балалар. Енді балалар, суретшілерімізді 5-6 суретшіміз мына жаққа шықты. Қайсының туындысы үздік болды? Кәні ойларыңызды білейік. Менің ойымша Қайыржанды. Қайыржан, ал сенің ойың? Менің ойымша Гүлдананікі. Тағы бір екі байқап бірек ал. Менің ойымша Санжардікі. Санжар, енді дауыс көпке бөлініп жатыр, мына топ Санжар дегендеріңіз кәні бір дауыстан дауыс беріңіздерші. Ал енді мына жақтан кім? Шұғла. Шұғла дейді. Асана, Гүлдана. Жалпы кімге дауыс береміз? Бір ауыз. Шұғла ма? Кәні Шұғла бір көрсетші, мына жаққа суретімді қайтадан ескеріп көрсетші. Қайжан, сен тәртіп көрсетші, бір дейіп қойып көрейік. Санжардікін көрсет. Ал Санжар, сен де жарайды, сонда анық қайжан. Көлеңкеде жаққа. Қайжан. Енді қыздардан бір адамда суретші бәрін ұлдар ала бермесін, енді Шұғлаға берейік, жарайды, отыр. Шұғлаға бір қошемет көрсетіп қалады. Осы егерде мен айтатын өте қызық болды деп ойлаймын, балдар. Өз ойларыңызды суретке түсіріп, ақындықтарыңызды бір байқадық, сонымен қоса өздеріңіз актерлік қабілеттеріңізді байқадық. Енді сабақты қорытындылайтын кезге келіп жетті балалар. Сабақты қорытындылау. Енді сабақты балалар 3Б жүйесімен қорытындылайтын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, сіздер бұл сабаққа дейінде Қасымхан турасында біраз мәлімет білетін едіңіздер. Бүгін азды көпті біраз нәрсе білдіңіздер деп ойлаймын. Сонымен сіздердің болашақта білгілеріңіз келетін нәрселер де көп. Енді жаңа қойсам, осы 3Б жүйесімен қазір кімнің осы уақытқа дейін Қасымхан турасында не білгеніңдер кітап жетпей жатыр. Ал сен айта қойшы, не білдің? Мен осы уақытқа дейін Қасымханның Жәнібек ханның ұлы екенін білдім. Қазір бүгін біліп отқаным 300 мыңнан астам әскері болған екенін білдім. Ал сен не білдің қыздар? Қасым ханның осы қазақ хандығында хандық еткенін білемін. Ал білдім бүгін қазақтардың 1 миллионға жеткендігі халқының саны. Және оның Қасым ханның қасқа жолы жағы шығарған. Ал, Шералы сен. Мен Қасым ханның қасқа жолын білетін едім, және де менің білгенім бүгін ол Шайбани ханмен ұзақ соғыс жүргізгенін білдім. Қасым хандар арасы. Ал, Бағдәулет. Мен оның осы қадеу хан болғанын білдім. Естігенмін. Содан кейін ал бүгін келгеніміз ол Шайбани ханмен соғысқаны және де оның 5 заңы бар екенін білдім. Жалпы осы жарғысы 5 бөлімнен тұратындығын білген. Ал Базарбек Бекжан отырады. Менің бұл уақытқа дейін білетінім, мен Қасым ханның хан екенін білдім. Және де Қасым ханның қасқа жолы деген заң ауыздан ауызға осы біздің кезімізге дейін өзіміз естіп келдік. Ал енді бүгінгі неден білгенім, оның халқының саны миллион, және де оның 300 мыңдай қолы бар. Оның саясатының мықты екенін, жарғы заңын қалай күшейткенін, және де оның аумағында 5 заң болғанын білдім. Ал Құрыш, сен не біліп, не естіген болатынсың бүгін сабақта? Мен осы уақытқа дейін Қасым ханның хан болғанын білдім, және де оның қасқа жол атты заңдар жинағы болғанын білдім, және де қазіргі сабақта менің білгенім ол заңдар жинағы 5 тармақтан тұрғанын білдім, және де оның халқының өте көп болғанын білдім. Ал пікір айтқан ғалымдар турасында ше? Пікір айтқан ғалымдар турасында Мұхаммед Хайдар Дулати жайлы білдім. Көптеген